Сәлем достар, мен 8-де тұрдым. Мен шашты қарсы. Бұлдай ұйықтапты ғой. Достар, каникулда сіздер нешеде тұрасыздар? Мен негізі 10-да тұрамын ғой. Сол кеш тұрып, бүгін 8-де ерте тұрған түрім ғой. Айшы менде ағылшындар бар қазір емес, сағат 12-де. Ей, 10-да кен ғой, айтпақшы менде 2 ағылшын бар. Мен кәдімгі үйірмем, одан кейін Мискаусарға баратын менде 3-ші күн бүгін. Мен аяқта сумкасы жасадым. Әдемі қойым дейсің ғой. Крем анау мынауларымызды жағып алайық. Так, ерінмен. Достар, мынауға жаңа айтқан сумкам. Мен мынандай жасадым ішінде. Мындай бірақ мен таңғасында ішем. Сосын сіздерге көрсетем, жасатқанымда ішін көрсетем. Айше мен қазір блокнот жазамын, өйткені менде уақыт бар әлі. Шығам дегенше уақыт бар. Сол үшін мен қазір блокнот жазамын. Достар, таңғысқа мен осындай подушечки жейін деп жатырмын. Подушка. Еще бұның артында ертек бар. Так, короче, арыстан звондайды достарына, достары келеді, ойнайды, тамақ ішеді. Так, не беру? Жирафқа шөп беріпті, құмырсқаға. Не ау? Алмұрт. Алмұрт беріпті. Өзі ет отыр. Яғылмайды. Шөп бере салып десін. Короче, түн бопты, сосын ұйықтаймыз, не істейміз дейді. Үйде төсек жоқ еді, мен не істеймін дейді. Бәрі үйге қонайын деп тұр. Менде осындай жастықшалар бар екен ғой деп кішкентай құмырсқаларға береді. Жираф қайда? Жираф сен сыймайсың деп. Ха. Мына, осыны қазір салшы. Мама күшті айтады осы ертекіні. Бірінші сүт жылытамыз, сосын бүйтіп құямыз. Рецепт ба? Ең қиын тамақтың рецептін айтып отырайын. Одан кейін мындай Леонардың подушкалары бар. Олардың бірінші артындағы ертекін оқу керек. Одан кейін бар. Қоясын бар. Тамақ қоғама енді саған. Достар, қазір мен сендерге мақал айтам. Соның жалғасын комментарияға жазып кетесіңдер. Басын айтам. Соны комментарияға жазасыңдар жалғасын. Так, басы бүлдірі оңай. Ары қарай комментарияға жазып кет. Көзі соқырдан қорықпа. Ары қарай. Көп біл. Ары қарай. Енді маманың ең сүйікті мақалын айтам. Көп айтады оны мама. Аз сөз алтын. Жалғасын комментарияға жазып кетіңдер. Штатив қойып алдым, достар. Мен футболкамды ауыстырып алдым, бірақ бұл футболканы сиыр шайнап кетіпті. Қырым сосын тұрым болып тұр. Мен қазір сіздерге аяғым. Немді көрсем сумка. Yeah, just beat it. Міне, достар, менің сумочкам кішкентай болып қалды, бірақ іші дәу. Мына қалыңдығы. Мусорлар. Мына ішіндегілерді қазір көрсетем. Мынандай дубайский шоколад, бұны сіздер білесіздер. Мындай мини чипсы дейма, андай. Ойбай, өзім қолыма печенье. Андай батыр. Бұларды мен мұжбауға тырысам, өйткені андай видеода шек, андай болып қалады. Мындай батыр күшті, осы әдемі. Мындай қолы бар. Мындай пудинг. Нежное пирожное. Домалық. Печенье сияқты ғой, типа. Сумканың өзі. Іші. Күшті ма, достар? Күшті, маған нақылды. Достар, мен кішкене болса да блокнотпен жұмыс жасайын деп жатырмын. Менде
Менде негізі блокнот көп, бірақ мен мына екі блокнотмен жұмыс жасап жүрмін. Мына блокнот менде сән дейтін блокнот, сосын ішіне анау-мынауларды жазамын. Короче, мен ағылшын тілінен, математикадан кішкентай болса да есеп шығару, ағылшыннан бір сөз болса да жаттау, мысалы, влог түсіріп үйрену, сондай сияқтыларды жазамын бұл блокнотқа. Типа күн режимі сияқты жазамын. Ал мына блокнот менде тіл үйренетін блокнот. Күнде осыларға мен айналысуға тырысамын. Кейде жазылмай қалады, бірақ бәріміз ерінеміз, бәріміз жалқау боламыз. Солай ғой. Мына менде тіл үйренетін блокнот. Ішінде орыс тілінен күрделі, орыс тілінен мәтіндер оқимын, өзім күнімде жазамын. Ағылшын тілінен бір сөз жаттаймын. Еще достармен кешеден бастап қытай тілін үйреніп жүрмін. Ой, қытай тілі ойбай деп айтуға келмейді енді. Кеше 3 сөз үйрендім. Қытай тілі сөйтсем қиын екен ғой. Өз бетімше үйреніп көрген түрім ғой. Сөйтсем қиын. Ояқта әріп жоқ екен еще. ChatGPT ұрсатым. Қытай тілінде әріптер қалай деп. Ояқта иероглиф бар. Еще олардың саны 3000 екен. Ойлар, қалай жаттауға болады оларды? Мен кеше қытай тілінен 3 сөз жаттадым. Мынаны бәріңіз білесіздер. Нихао. Нихао деймі? Оқылатын дұрыс білмеймін мен. Жазылуы. Нихао, сосын жень. Қиын, оқылулар ше, иероглифтермен. Сырғанап болдық. Шашып кеттім. Қазір енді мыналарды тағып алайық. Күшті осы сырға. Ұнайды маған. Ангелектің бүгінгі пиязы, лугы сырғанап жүріп түсірген. Мен оператор түсіріп тұрдым. Бұл сырғанап тұрды қайта. Мама, дұрыс емес, қайтан сырғанай. Мама, құладым. Носкимен болмайды екен, носкисіз болмайды екен деп. Мың түсірді, сіздерге секунд болып өтіп кетті ол. Ешкімге еш нәрсе өзгертпейтін шопері. Ұстағанына 2 жыл болды. 6 класста да ұстайды, Құдай қаласы. Ұнайды маған просто бұл шопер. Еще мықты ғой, мықты. Қой жылама, ешкім алып қоймайын. Мықты ғой еще. Пеналын салайын, ішінде 1-2 түйір ғададат бір. Несі ішіне салмайсың одан да рочкіңді? Просто не ғой, шашылып тұрады да әр жерде. Не ондайды, не люблю. Достар бүгін осы вашкиді киіп алайық. Вашки! Достар, бүгін менде бірінші ағылшын болмайды екен кәдімгі өзімнің ерімнен. И сол 12 дейін 2 сағат бар. Не істейтініміз білмей отырып папа екеуміз оған дейін. Әдемі ғимарат ашылған. Соның ішінде мен сабағым. Әдемі ғимарат ашылған. Осының ішінде болады менің сабағым. Brussels sprout. So let's start with fried chicken. Okay? Достармен сабақтан шықтым. Еще мискосымен трансфер болдым бір түрі. Сол енді папа күтіп тұрған шығар. Қазір звондаймын. Давай деп болма, достар. Нандарға келдік, қазір нан алып аламыз. Одан кейін тағы бірден аламыз. Сопа, шоколад. Өзіне шығып үйге қайтып бараттық. Машинаға бараттық, одан кейін үйге қайтамыз. Күн ыстық. Шыжып отырық. Достар, мен үйге келдім. Мен қазір тамақ ішіп алуым керек, өйткені менің қарным ашып тұр. Киімді ауыстырып алайын. Переход. Жеңіліп қалдым. Енді қолымызды жуып аламыз, одан кейін тамақ ішеміз.
Мен жаңа телефон көріп алдым еще. Тамақ жеп алдым, телефонымды зарядке қойып. И қайтадан сквиш жасауға кірісіп жатырмын. Өйткені сквиш жасау маған ұнайды. И бос уақытымда не істерімді білмесем, сквиш жасаймын. Вот. Жоғары, төмен, оңға, солға. Ой, құлайды. Тут почти мынау дұрыс ұстай алмай жатырмын. Короче, сол. Бүйтіп сквиштардың бәрін қаптап жатырмын. Чтоб видеода әдемі көріну үшін. Солар әдемі көріну үшін емес, андай не істеу үшін. Қызық болу үшін, ашам соны үшін. Типа соларды ашып, видео түсірем ютубқа видео түсірмегенімізге ұзақ болды. И бүгін блинпак түсіреміз деп ойлап тұрмын. Үлгерсем мамаға айтам. Ұмытып кеткен шығар мамада. Қазір блинпак түсіреміз. Блинпак ашып. Достар, мен сквиш жасап отырмын. Уже жаңа бір сквиш жасап тастадым, маған Әлихан алып кетті оны. Мындай лабубу жасап отырмын. Құлақ қоянның құлағы сияқты болып қалды. Ешкімде болып кетті, но ничего, әдемі шығып жатыр. Үсті бардак. Мен телефонымды зарядке қоямын. Өйткені зарядкасы аз. Егер зарядкасы аз болса, мен влог түсіре алмаймын. Егер мен влог түсіре алмасам, сіздер видео көре алмайсыздар. Егер сіздер видео көре алмасаңыздар, сіздер лайк баса алмайсыздар. Егер сіздер лайк басасыздар десеңдер. Короче, осы. Біз маманы апарып тастадық, и мен, короче, жатырмын. Кішкене демалайын деп өткен мен шаршап қалдым машинада. Машинада шаршаған жоқпын енді, короче. Папа аяқта не тамақ ішіңдер деп сұрап жатыр. Біз бүгін картошка жедік. Как всегда, мен қазір сквиш істеуге кірісемін. Істегім келеді өткені. И вот, өстіп маманы күтеміз. Мама кафеге кетті. Айттым ба? Бір ойын ойнауға. Тонер жаған. Жағып алдым. Енді бұл кепкенше күту керек. Мен бүйтіп отырып тұрмын ше, әйтпесе бүйтіп тұрсам көрмей. Көп алып кеттім. Көп алып қойдым. Қап қойды, и соны мен қолыма жаға салам. Егер осындай влогты көп түсірсін десеңдер, комментарияға жазыңдар. Көп түсіремін, оңай ғой влог түсірген деген. Влог ұнаса лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі видеода кездескенше достар.